Мемлекеттік басқарудың тиімді тетігін құру, кәсіпкерлікке тұсау болар әкімшілік кедергілерді азайту, көрсетілер қызмет сапасын арттыру. Бұл елбасы қабылдаған бағдарламалық құжаттардағы басты міндеттердің бірі. 100 нақты қадам ұлт жоспарына сәйкес сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға ерекше көңіл бөлінуде. Мемлекет басшысының жолдауын түсіндіру мақсатында өңірімізге ат басын тіреген арнайы мониторинг тобы мүшелері осылай дейді. Өңірде Smart City тұжырымдамасы негізінде 30 жоба іске асуда. Солардың бірі Smart Орал халыққа қызмет көрсету орталығы. Бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істейтін бұл орталық халықтың уақытын үнемдеп қызмет сапасын арттыруға бағытталған. Күніне 1000-ға жуық адам мамандардың көмегіне жүгінеді. Ал биылдан бастап баланың туу туралы куәлігін алу мен балабақшаға кезекке қою электронды түрде жүзеге асуда. Мүмкіндігі шектеулі жандар да ұмыт қалған жоқ. Обслуживаем инвалидов первой, второй категории. Біз бірінші, екінші топ мүгедектердің үйіне барып қызмет көрсетеміз. Қазірден бастап, үшінші топ мүгедектеріне көмектесіп келеміз. Мемлекеттік қызметті ашық әрі қолжетімді ету мақсатында ашық әкімдік шарасы қолға алынды. Онда осы уақытқа дейін 30 мыңнан астам қызмет түрі ұсынылыпты. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, кәсіби мемлекеттік аппарат құруда бұл жобаның маңызы зор дейді агенттік басшысы. Ашық акимат орталық жүйесін көріп жатырмыз. Өте тиімді халыққа, халық пен мемлекеттік биліктің арасында қарым-қатынастың ашықтығының белгісі болып көрінеді. Өйткені мемлекеттік қызмет көрсету саласы ең тиісті, ең мемлекет пен халықтың арасындағы қызмет көрсету саласының қолжетімдігінің көрсеткіші болады. Халық пен билік арасын жақындастыру мемлекеттік қызметшілерге жүктелер жауапкершілік. Сондықтан мамандардың біліктілігін арттырып, еңбек етуіне тиісті жағдай жасау басты мәселе. Қаңтар айынан бастап 2 облыста еңбекақы төлеудің балдық жүйесі енгізілгені белгілі. Бұл жобаға Батыс Қазақстан облысы да қатысуы мүмкін. Батыс Қазақстан облысының әкімшілігінің басшылары, негізі әкім Алтай Федерұлы, ұсыныс енгізіп, үкіметте қаралуда, ойлаймын, осы 1-тоқсанның көлемінде ол сұрақ шешім табылып, Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік қызметшілері де сол жүйеге пилот режимінде кіріп, ертең оның негізі тиімділігін де, пайдасын да, кемшіліктерін де зерттеуге мүмкіншілік болады деп. Оған сәйкес ең төменгі лауазым жалақысы 2,5 есеге көбейеді дейді агенттік басшысы. Саян Ахметжанов қала активімен кездесуінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдағы кейбір өзгерістерді түсіндіріп, елбасы жолдауындағы басым бағыттарды талқылады. Назерке Тоғжан, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.